Барша жүкті аналарға сәлем бердім. Біз бүгін жүктіліктің 4-ші аптасын айтатын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Жүктіліктің алғашқы белгілері: кеуденің үлкеюі, ұйқының көбеюі, көңіл күйдің болмауы, немесе ашуланшақтық, яғни эмоцияларға берілу, аздаған жүрек айну мен қысулар. Құрсақтағы ұрықтың үлкендігі бұл кезде 1 миллиметрдей болады. Эмбрионның әрі қарай қалыптасу кезеңі бастапқы кездегі дөңгелекшеге ұқсас формасында 3 қабат клетка пайда болады. Олар эктодермалар, эндодермалар, мезодермалар. Алғашқы бірінші сыртқы қабаты тері, онда шаш, нервтік жүйелер, ми, көз шынылары мен тістің емал қабаты қалыптаса бастайды. Ал ұрықтың ішкі қабатында ас қорыту жолдары, бауыр, қалғанша бездері мен асқазан асты бездері пайда бола бастайды. Орташа шар, ол алдағы скелет, талшықтар, сіңірлер, қан арналары мен бөлу түтікшелері, жыныс жүйесі. Сонымен қатар бас сүйегі тамшы қалпындай қалыптаса бастайды. Сол сияқты осы этапта ұрық сыртқы органдары, эктодермалар қалыптаса бастайды. Қорғанша пайда болып, ол ұрықты қорғап, пайдалы заттардың түсуіне, демдің алмасуын қамтамасыз етеді. Оларға хорион, сыртқы қабық, кейін плацента болып қалыптасып, оның дамуы 12 аптада бірақ аяқталады. Амнион тығыз көпіршікке айналады. Нәресте ұрық айналасын қоршаған суда жүктіліктің аяғына дейін жатады. Бұл ұрықты соғылудан, кебуден, тонудан сақтап, ұрықты жайлы жағдайда ұстап, дамуы мен бойының өсуіне негіз болады. Осы ерте кезеңде жүктілікті анықтау тестісі дұрыс нақты көрсеткішті көрсете алмайды. Ол үшін ХГЧ гормонға қан құрамы арқылы анықтау үшін қаннан анализ тапсыру қажет. Баланың өмір сүру үшін бірден оңтайлы жағдай жатырда пайда болады. Амниотикалық сұйықтық қажетті температураны сақтап, ұрықтың қимылына да жатыр кеңістігінен орын береді. Осы кезеңде құрсақтағы ұрықты түсіріп алу қаупі де жоғары болады. Тіпті кейде оны әйел жай етеккір деп түсініп қалатын кезде болады. Мұндай түсік жағдайлардың болуы жұқпалы аурулардың жоғарғы температураны беруінен, қатты күйзеліс, физикалық жүктің мөлшерден тыс көп болуы, дәрі-дәрмектерді жөнсіз қолданудан болады. Егер дене температурасы 38 градустан асса, ол іштегі балаға әсер етеді де, осыдан түсік түсуі қаупі туады. Сондықтан өз тұрғысынан емделмей, бірден дәрігерге көріну қажет. Жүктілік кездегі керекті дәрумендер дәрігердің рецептінсіз ішуге болатын және керекті дәрумендер фолий қышқылы, йодомарин, витамин Е, йодофол, пимибион. Сол секілді басқа да витаминдерді алып ішу керек. Жүкті әйелдің тамақтануы клетчаткаға бай болу керек. Алма, бұршақ тұқымдастар, брокколи, қызанақ, құрғақ жемістер, тағы басқа көкөністер мен жеміс-жидектерді көп жеу керек. Және клетчатка бөлек тағамды қоспа ретінде де сақталады. Соны айранға қосып ішуге де болады. Күн сайын жеткілікті мөлшерде су ішу керек. Таңертең күнді жылы сумен бастау қажет. Міндетті түрде қозғалыс керек. Жүру, жүгіру, жаттығулар, йога өзіңізге ұнайтынын таңдап алыңыз. Сіздермен болған доктор Нұрлаева. Каналға тіркелуді ұмытпайық.